менің достарым. 1 қыркүйек менің туған күнім, яғни 1 қыркүйек, білім күні. Менің туған күнім болды, соған менің достарым сыйлықтар берді. Бұл жартысы ғана. Көбісі ақшалай бергендіктен сыйлықтар аз болды. Мінекей, бірінші сыйлықтан бастайық. Мен барлық сыйлығымды көрсететін боламын. Мінекей, бұның ішінде сепочка. Бұл күміс сепочка. Мінекей, бұл күміс сепочка. Және де бұны маған сынымдағы бір қыз берді. Өте әдемі жемпір. Мінекей, өте әдемі. Өте әдемі. Мінекей, енді бұл екінші сыйлық қайсын таңдасам болады. Мыналарды менің сынымдағы бір қыз берді, өз қолынан жасаған. Бұның ішінде шоколадтар бар. Мінекей, шоколадтар бар. Ал мына сыйлыққа келетін болсақ, бұның ішінде не бар екен? Бұның ішінде крем. Мінекей, аяққа арналған крем. Және де мынандай басқа тағатын әшекей. Және де мынандай білезік бар екен. Білезік. Және де мынандай заттар бар екен. Мінекей. Бұның ішінде мынандай сырға. Осындай әртүрлі сырғалар бар. Осындай сырғалар жиынтығын берді. Және де қайсысын алсам болады? Мен онан алам. 3 менің сынымдағы менің жан досым Айкөркем және де Үнжу деген қыз бар. Олар екеуі бірдей спортивка алған, ал мен ренжіп қалдым. Неге маған алмағансың деп айттым. Сол себепті маған алып келіпті, туған күніме берді. Мінекей, өте әдемі. Мінекей, өте әдемі. Өте керемет. Мінекей, өте әдемі. Мінекей, өте керемет. Ал енді қайсысын ашсам болады? Маған мынау. Мынау. Енді осының ішінде не бар екен көрейік. Бұл маған ең ұнаған сыйлық осы. Бұның ішінде мынадай сөмке бар. Өте әдемі сөмке. Мінекей. Бұның ішінде тағы не бар? Бұның ішінде мынадай мінекей сырға. Және мен бұның бәрін ашып қойдым. Ішінде не бар екенін білем. Комментарийге жазып кетіңіздер. Бұның ішінде не бар екенін комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқимын. Мінекей, сыйлықтар осымен аяқталды. Достар, менің видеом ұнаған болса, астына комментарий толтырамыз, лайк басамыз. Достар, маған жазылсаңыздар, барлық видеомды бәрінен бұрын көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған Мисс Оразайым. Пока-пока.